Ассалаумағалейкум, тәтті әлемге қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәтті омлетке дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн және разрыхитель қажет. Ыдысымызға салып, үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап қолымызбен араластырамыз. Міне осындай крошка болады. Осы крошканың үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Міне осындай әдемі жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр шығады. Осы қамырды кішкене бөлігін бөліп алып, осындай тәтті омлетке арналған ыдысымызға салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Міне осылай әдемілеп тегістеп болғаннан кейін 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі болып пісті. Міне үстіне белковый заварной крем жақтым. Сіздер қалаған кремдерін жақсаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.